Жеті лақ. Ертеде бір ешкі жеті лағымен орманда тіршілік етіпті. Бірде ешкі орманға жиналыпты. Ол өзінің лақтарына: "Есікті ешкімге ашпаңдар. Мен қайтып оралғанда есікті қағып, лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт әкелді" деп ән саламын дейді. Осы кезде ешкі үйінің маңында қасқыр жемтік іздеп жортып жүрген екен. Ол лақтарды алдамақ болды. Қасқыр ешкінің кеткенін күтіп, лақтардың ешкімнің қарауынсыз қалған сәтін аңдиды. Қасқыр ісмер адамға келіп, жіңішке дауыспен ән салу үшін тамағын қағып беруін сұрайды. Ісмер таң тамаша болды, бірақ тамағын қағып, оның даусын жіңішкертті. Сөйтіп, қасқыр ешкі үйіне жақындап келіп, есігін қақты. Бұнан соң жіңішке, нәзік даусымен: "Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт әкелді" деп әндетті. Лақтар есікті ашты. Жауыз қасқырға керегі сол еді. Ол үйге баса көктей кірді де, лақтарды бірінен соң бірін жеп алды. Тек бір лақ қана тығылып үлгерген еді. Жауыз қасқыр екінші лақты ұзақ іздеді, бірақ таба алмады. Ешкінің келетін уақыты болып қалған болатын. Сондықтан қасқыр кетіп қалады. Ешкі үйіне келсе, есік айқара ашық жатыр. Үй ішінде ешкім көрінбейді. Пеш ішінен бір лағын тауып алады. Ешкі басына түскен қайғыдан көз жасын көл қылып, зарлы үнімен жылайды: "Лақтарым, шынақтарым, көлге біткен құрақтарым, есікті ашып, қасқырға жем болдыңдар". Бірақ ешкі қасқырға келіп: "Сен бе менің лақтарымды жеп қойған?" деп сұрайды. Қасқыр оған: "Сенің лақтарыңды жеген жоқпын" деп жауап қатты. "Жемегеніңді дәлелде. Кел, екеуміз мына ордан секірейік. Егер сен менің лақтарымды жемесең, онда оңай секіріп кетесің" деді ешкі. Қампиған қарнымен ордан секіру қасқырға қиын түсетіні белгілі. Бірақ амал қанша? Қасқыр секірді, бірақ өзін-өзі ұстай алмай, тура ыстық шоқтары бар орға құлайды. Қарны жарылып, одан құлан таза лақтар орғып аман есен шығады. Олар аналарымен табысады. Сөйтіп, ешкі лақтарымен бұрынғыдай ауыз бірліктері күшті, ынтымақты өмір сүріпті.